Так, құрметті әріптестер, бастай берсек, е? Құрметті депутаттар мен сессияға қатысушылар, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 10-шы бабына сәйкес Шиелі аудандық мәслихатының кезектен тыс 41-ші сессиясы шақырылып отыр. Сессияға аудандық мәслихаттың 15 депутатынан 11 депутат қатысып, 4 депутат дәлелді себептермен қатыса алмауда. Сессияға қатысып отырған депутаттар саны аудандық мәслихат депутаттарының жалпы санының 3-тен 2-сінен кем емес болғандықтан сессияны ашуға заңдық негіз бар. Құрметті депутаттар, сессияны ашу жөнінде қандай ұсыныстар болады? Сессия ашылсын деген ұсынысты, егер өзге ұсыныс болмаса, онда осы ұсынысты дауысқа қоямын. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 41-ші сессиясы ашылсын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, сессияны ашу келісілді. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 11-ші бабына сәйкес аудандық мәслихаттың кезектен тыс 41-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 41-ші сессиясына аудан әкімі Айтбай Насреддинұлы, мәслихат аппараты, аудандық бөлім басшылары, кент әкімі және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сессия алдында өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында сессияның күн тәртібіне ұсынылған 4 мәселе қаралған болатын. Сессияның күн тәртібі қолдарыңызда бар. Соған орай күн тәртібін тұтастай дауысқа қоямын. Бекітілсін деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессия жұмысы осы бекітілген күн тәртібі бойынша және аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес жүргізілетінін естеріңізге саламын. Құрметті әріптестер, енді сессия жұмысына кірісеміз. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Аманат партиясы атынан сайланған Шиелі аудандық мәслихат депутаты Сыздық Болат Мүбәрәкұлының депутаттық өкілеттігін тоқтату туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз аудандық сайлау комиссиясының төрағасы Дулатов Молдабай Оразбекұлына беріледі. Саламатсыздар ма, бүгінгі жиынға қатысушылар. Нөмір 8-ші округ бойынша сайланған аудандық мәслихат депутаты Сыздық Болат Мүбәрәкұлының 2026 жылы 16 қаңтардағы өтініші негізінде Шиелі ауданының аумақтық сайлау комиссиясының нөмірі АСК-26/61 қаулысы қабылданды. Нөмірі 8-ші округке қарасты 282, 283, 288 сайлау учаскелері арқылы Аманат партиясынан сайланған Сыздық Болат Мүбәрәкұлының депутаттық өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтатуды сұраймын. Так, құрметті депутаттар, шешім жоба сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджетті бекіту туралы аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 19 желтоқсандағы нөмірі 38-де 2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Шиелі ауданының экономика және қаржы бөлімінің басшысы Маратжан Асқарбекұлына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті жиынға қатысушылар, құрметті Айтбай Насреддинұлы, құрметті Мұрат Өскенбайұлы, құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасының бюджет кодексінің 98-ші бабына сәйкес аудан бюджетте өзгерістер енгізілуде. Облыстық бюджеттен ағымдағы саны сұрақ жауап не қылсақ? Мейлі. Хабарламашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жаңа менің сұрағым өткенде аудан әкімі қолдаған Ағмаядағы скважина туралы. Зал көтерілмей тұр, соны бір
қолдап берсе, келесі сессияда ма бұл қапылған екен, көп сома емес қой. Сосын мына ямшы ремонттар жаңа айттық, көшелердегі. Сонда осы апрель-майда бітірсе, өткені қысқа көшелерге көлік өте көбейіп кетті қазір. Сосын ірі көліктер қазір Шыныбек көшесі, Сейсен көшесі жүретін болды, орталықтан қашып. Соларға тоқтатуға болады, осы объездный сырттан гравий жол сабалама өздері, нелері. Соларда жолды жүр, бұлдыр ертеңінде халық арасында наразылықта туындап жатыр қазір. Тағы да қайбір шақшыр тез. Жаңа бір сұрақтар ұсыныс қабылданып келесі сессияда Ағмаяның ішінара жаңа нелер болды, жаңа кент әкімі түсіндіріп айтты, мына цифрларды ақыл жетіп қойып жүрді да, ең сондай көзге батыр айтпай кент әкімі бар ма? түсіндіріп айтты оны. Дұрыстаймыз. Шамалы шамдап берсе. Мына айып етпеңіздер, мен не алайыншы. Бірінші мәселеңіз орынды, жаңа экономика, жаңа Ағмаяның мәселесіне ертең алдағы сессияда көрейік, мамыр айында сессия. Енді жаңа кім Амангел мына ямочный жұмыстар шынында қалып тұр ғой, енді оны қалай? Болмаса былай аласыз, ертең өзіңіздің 4-ші деңгей бар ма? Сол жерде өзіңізде бос қалдық болса, содан бірінші кезекте дұрыс айтылып жатқан мәселе. Ямочный жұмысқа қаржы қойылу керек. Өйткені қазір біздің алдымызда үлкен бірінші кезекте референдум бар. Одан кейін Наурыз мерекесі бар. Соның барлығында кеттің ішкі жолдары, мысалы, ЖКХ бөлімінде тиісті ол сызу, жаңа светофор деген ол мәселелерге тиісті қаржы қойылған жылдың басында. Қазір мемлекеттік сатып алу конкурстары жеңімпаздары шығып жатыр, олар істейді. Кім осы мәселені не қылыңыз, назарға алыңыз. Өзіңізде болмаса, бос қалдық болса, содан қоясыз. Ертең 4-ші деңгейдің ақы сессиясы болады сол жерде. Дұрыс сұрағыңыз. Басқа да сұрақ бар ма? Жоқ болса, құрметті депутаттар, бұл мәселеде өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында жан-жақты қаралып талқыланды. Шешім жобалар сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Рахмет. Күн тәртібіндегі 3-ші, 4-ші мәселе бойынша хабарламаны мен өзім жасаймын. Құрметті депутаттар, Шиелі аудандық сайлау комиссиясының округтік және учаскелік сайлау комиссиялары мүшелерін орнынан босату туралы 28 қаңтар 2026 жылғы нөмірі АСК 26/63 қаулысымен Қанатқызы Айдана нөмірі 9, Қалманбаева Гүлмира Дайрақызы нөмірі 14, округтік және Сентаев Мұрат Тұрсынбекұлы нөмірі 271, Мәмбетова Мақпал Жарылқасынқызы нөмірі 272, Әбсұлтанов Нұрдәулет Әбдіманапович нөмірі 281, Әбдікадирова Гүлшар Бердалиевна нөмірі 288, Берімбет Қалдыбек Жаппарбекұлы нөмірі 290, Нұғман Мағжан Жақсылығұлы нөмірі 293, Қыпшақбаев Әуелбек Қожабекұлы нөмірі 296, Жамұрат Мағжан Талғатұлы нөмірі 364, Айтжанов Самат Көшербайұлы нөмірі 395 учаскелік сайлау комиссиясының мүшесі міндетінен босатылған. Шиелі аудандық мәслихаты Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 10 бабының 3 тармағына сәйкес мүшесі шығарылған нөмірі 9-14 округтік және нөмірі 271, 272, 281, 288, 290, 293, 296, 364, 365 учаскелік сайлау комиссиясының құрамын толықтыру үшін 2026 жылдың 2 ақпанынан сайлау өткізуге конкурс жариялады. Округтік сайлау комиссиясының құрамына байланысты конкурсқа 2026 жылы 12 ақпанда жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының Қызылорда облыстық филиалы ұсынған Қоңыратбаева Фариза Русланқызы нөмірі 9, Нұрманова Индира Убайдулла қызы нөмірі 14 округтік сайлау комиссиясы құрамының мүшелігіне ұсынылып отыр. Бір орынға
бір адамнан келуіне байланысты ашық дауыспен сайлау өткізуді ұсынамын. Осы ұсынылған үміткерлерге дауыс берсеңіздер. Жақтап дауыс берейік бірден. Қарсы қалыс жоқ шығар. 11 депутатты бір ауыздан дауыс берді. Так, құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Төртінші мәселе бойынша учаскелік сайлау комиссияларының құрамына байланысты конкурсқа 2026 жылы 12 ақпанда жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының Қызылорда облыстық филиалы ұсынған Жүнісова Бибінұр Пазилхановна нөмірі 272, Бакиров Әшімхан Мұхамеджанович 281, Жәнділдаев Аймауыт Сейтмұхамедұлы 293, 2026 жылы 12 ақпанда Аманат партиясы Шиелі аудандық филиалы ұсынған Мәлікова Әмина Жанғали қызы 288, Өтеуов Наржан Ғалымжанұлы нөмірі 296, 2026 жылы 16 ақпанда Қазақ тілі қоғамы қоғамдық бірлестігінің Шиелі аудандық филиалы ұсынған Бейжігітов Қанат Мәуленович нөмірі 271, Ғаппаров Ынтымақ Боранбаевич нөмірі 290 учаскелік сайлау комиссиясы құрамының мүшелігіне ұсынылып отыр. Бір орынға бір адамнан келуіне байланысты ашық дауыспен сайлау өткізуді ұсынамын. Осы ұсынылған үміткерлерге дауыс берсеңіздер. 11 адамды жақтап дауыс берді. Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Құрметті депутаттар, осымен 8-ші шақырылған аудандық мәслихаттың кезектен тыс 41-ші сессиясын жабық деп жариялаймын. Баршаңызға рахмет.